Ал Түркістан. Дубай болып тұр ғой. Қазір таңғы сағат 9. Түркістан ыстық. Қайырлы таң, қазақ елі. Рахмет, жолдарың болсын. Естері жүректері. Ескімізді жаңғыртып жатсын. Ескімізді жаңғыртып жатсын. Көп рахметін айтамын. Біздің достығымыз есепсіз, ессіз достық. Қалдыкүл құрбымның шаңырағына келдім. Шаңырағында, как обычно, екеуміздің сервировкамыз, дизайнымыз жалпы бірдей. Өмірге деген көз қарасымыз да бірдей. Бұл біздің достығымыз 34 жыл бұрын басталған. Түркістан қаласында мен келін болып, жас келін болып түскенде, Қалдыкүлмен жолдас болып, дос болып. Біздің достығымыз 90-шы жылдары басталған достық, кейін отбасылық достыққа ұласты. Қазір енді уақыт өте достығымыз шыңдалып, бір-бірімізді осылай жылына бір рет болса да іздеп тұратын жағдайдамыз. Киелі Түркістанда осылай достарды аралап, бірнеше күн уақытымды жақсы серуендеп, рухани азық алып, достарыммен пікір алмасып, әдемі өткіздім. Көп рахметін айтамын, аман сау болайық. Біз күштіміз, біз бәріміз жинаймыз. Осылай сен әдемі. Біз 100 жыл жасаймыз ғой. Әдемі девчика болып қартайып. Мен балаларыма айтамын ғой енді. Девчика болып қартайып. Шамам келмей қалғанда бір 100-ге келгенде бір көмектессеңдер болады. Бұған дейін бәрін өзім істеймін. Бәрін өзім қолымда деймін. Бәрін өзім істеймін. Алла тағала қуат берсін, деніміз сау болсын, бақытты болайық, бай болайық, ұрпағымыз өсіп өне берсін. Көп жасайық. Давай, аунап жатып, демалып, серуендеп, солай.